ұстазы Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүниеден озған. Қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық деңгейде барша халықты оқуға, білімге шақырған Ыбырай Алтынсарин есімі берілген аудан орталық тұрғындарынан сұхбат алуға келдік. Кеген ауданының беделді азаматшасы, Кеген аудандық Қазпочта акционерлік қоғамының директоры Ыбырай Алтынсарин көшесінің тұрғыны Жырғалова Меруерт Тұрбекқызынан сұхбат алуға келдік. Жырғалова Меруерт Тұрбекқызы, мен Кеңес өлкесі атындағы мектеп-лицейінің 10-шы А сынып оқушысы Тұрбек Зарина Ануарбекқызы. Сіз Ыбырай Алтынсарин көшесінің тұрғыны екенсіз. Сізге бір-екі сұрақ қойсам. Қоя ғой. Көшеге аты берілген Ыбырай Алтынсарин жайлы не білесіз? Ыбырай Алтынсарин туралы айтатын болсақ, қазақтың аса көрнекті жазушысы болған. Ең алғаш балалар мектебінің негізін қалаушы, зерттеуші ұстаз болған Ыбырай Алтынсарин. Рахмет. Келесі сұрақ, ауылыңыздағы тағы қандай ақын жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің атына берілген көше атауларын білесіз бе? Иә, біздің ауылда Абай Құнанбаевтың атында, Райымбек батырдың атында, Бауыржан Момышұлының атында, Бөлтірік Айтханұлының атында көшелер көп қой бізде, атақты адамдардың. Иә. Ал ендеше сізге сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет айтамын. Осындай Кегенде сіз секілді беделін арттыратын азаматтар мен азаматшаларымыз көп болсын. Жұмысыңыз берекелі болсын. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңдар. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы Ыбырай Алтынсарин көшесінің номер 2-ші пәтер үйінде тұратын Орманбекқызы Арайлым. Орманбекқызы Арайлым, сәлеметсіз бе? Бүгінгі біздің сұхбатымыздың мақсаты осылай менің көшемнің тарихы. Яғни бүгін сіз өзіңіздің тұратын Ыбырай Алтынсарин көшесі, менің тұратын Ыбырай Алтынсарин көшемнің тарихымен, және де осы көшеде тұрып жатқаныңызға неше жыл болды айтып өтсеңіз? Қош келдіңдер. Мен есімім Орманбекқызы Арайлым. Мен осы көшеде тұрғаныма келін болып түскеніме 5 жыл болды. Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрақ осындай: жазушы, ақын, ұлт зиялыларының есімдері көшелерге берілгені дұрыс деп ойлайсыз ба? Иә, дұрыс деп ойлаймын. Өйткені олардың есімдері аталып, есімдері жаңағындай есімде сақталған дұрыс. Рахмет сұхбатыңызға, сізге көп рахмет. Сіздей көршілеріміздің болғанына қуанамыз. Келесі бізді сұхбатта қонақта біздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ыбырай Алтынсарин көшесінің тұрғыны. Нұрбақыт ағай Ыбырай Алтынсарин көшесінің тұрғыны екен. Ағай, сізге осылай көше тарихы жайлы сұрақтар қойса, сіздің ойыңызды білсек, осы Ыбырай Алтынсарин көшесінде неше жыл болып тұрып жатқаныңызға? Мен ол көшеге 2006 жылы көштім, енді 2017 жылы. Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрақ, сіздің көшелермен қарым-қатынасыңыз қандай? Енді қазақи ауыл болмасын, көшенің аты да ғұламаға берілгендіктен көшелердің бәрі үлкен, кішісі бәрі жақсы адамдар. Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрақ, біз осындай ғұлама жазушыларды, ақындарды, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ақындардың есімін көше атауына беру дұрыс деп ойлайсыз ба? Әрине құптаймын, ол кісілерге еңбек ерен ақындар, жаңағы халық адамдары, жазушылар сондай кісілер, ол кісілер күнделікті өмірмен ақындар жырлап жатса, жазушылар оқиғалар айтады, жазып жатады. Жақсы, ол кісілердің қарсы емес. Жауабыңызға рахмет. Сіз секілді Қазақстан Республикасында беделді азаматтар мен азаматшалар көп болсын. Біздің Ыбырай Алтынсарин көшесінің тұрғындарымен сұхбатымыз аяқталды. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.